Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Өкінішке орай Бекзат Алмаханның UFC-де дебюті жеңіспен аяқталмады. Бірақ соның өзінде Бекзат өзін қарсыластарына өте қауіпті жауынгер екенін көрсетті. Жекпе-жектің барлық қызықты жерлерін талқылап көрейік. Ең басынан бастайық. Октагонға екі жауынгер әдеттегідей шықты. Бірақ Бекзаттан ешқандай қобалжу байқалмады. Бетінде сенімділік оқылды. Тіпті бұл UFC октагонына шығуы бірінші рет емес секілді көрінді. Бірінші раунд өте қызу басталды. Бекзат Алмаханның қозғалысынан ешбір разведкасыз нокаут іздегені байқалды. Және де Умар сияқты қарсыласқа бұл ең жақсы тактика. Көп ұзамай Алмахан аяқпен теуіп көрді. Бірақ Нурмагомедов оңдай соққыға алданбайды. Келесі мезетте Бекзат бүкіл фанаттарды орнынан тұрғызды. Себебі Умар Нурмагомедов нокдаунға құлағандай болды. Бірінші көріністе көбісі түсінбей қалды, бірақ тек кейінгі қайталауда ғана жақсы байқалды. Бұл өте жақсы соққы Хабибтің інісін кішкентай нокдаунға түсірді. Сосын интервьюда Карме осы жер туралы сұрағанда, Умар өзім түсінбей қалдым деп айтты. Бір мезетте стойкада, келесі мезетте күресте ойымды жидым деді. Бұл дегеніміз Алмаханның соққысы өте мықты болғанын айтады. Және де бұдан кейін кішкене басқа әрекеттер болғанда жекпе-жек сол жерде аяқталатын еді. Қалай болса да Умар күреске сәтті өтіп кетті. Және де Алмаханға жаңа вызов басталды. Дивизионда ең мықты күрескерлердің біреуі күнде Хабибтің өзімен жаттықтыратын Умардың астында шанс жоқ деген ой келді. Бірақ ММА фанаттардың таң қалуына Бекзат өзін бұл жағдайда сенімді сезді. Және де келесі раундтарда да өзін партерде тез жеңіле салатын жауынгер емес екенін көрсетті. Раунд аяқталған соң Умардың бапкерлері оның тек күресу керек деп айтқан сияқты. Себебі келесі раундтарда Умар тек күресу арқылы жеңуге тырысты. Ал Бекзатқа дистанция ұстауға кеңес берді. Келесі раундтар ұқсас өтті. Умар өзінің жеңу стратегиясын түсінді. Тек соққы жасалған мезетте аяққа проход жасап, күресте доминация жасау керек екен. Бұл жерде де Алмахан өте қиын позициялардан шығып, тіпті жекпе-жекті қайта стойкаға қайтарып жатты. Мысалы, мына жерде жекпе-жек тоқтатылады деген ой келді. Бірақ Бекзат сол мезетте өте күшті шыдамдылық көрсетіп, қарсыласын айналдырып жіберді. 3 раунд аяқталған соң Умар жеңгені бәріне ашық болды. Статистикаға қарасақ үлкен айырмашылық көреміз. Тек жекпе-жектің өзін тікелей эфирде көрген адамдар Бекзаттан Умарға уақыттың әр мезетінде қауіп төнгенін сезді. ММА-ды жақсы білетін адамдар бұны білген. UFC-ге келе салып, Умар сияқты өте мықты жауынгерді жеңу ықтималдығы өте аз екен. Бұндай жетістік чемпиондық жекпе-жектен де қиын сияқты. Бірақ соның өзінде де Алмахан өзін топ 10 тіпті топ 5-ке кіретін жауынгер ретінде көрсетті. Менің ойымша, бұл да үлкен жетістік. Енді Бекзат Алмаханды бәрі білетін болады. Тырысты болмады. Келесі жолы UFC бағындырамыз. Жеңісте де, жеңілісте де бірге болайық. Құрметті көрермендер, лайк басып комментария жазып кетіңіз. Барлығыңызға рахмет.